Баршаңызға ассалаумағалейкум. Құрметті менің YouTube көрермендерім, сіздердің назарларыңызға кезекті дүниежүзі тарихы бойынша 100 датаны ұсынатын боламын. Сонымен бастаймыз. Сонымен 51-ші датаға келген болатынбыз біздер. 50-ші дата ол 1861 жылы Италия корольдігінің біреуіне байланысты болды. Екінші Виктор Эммануил, Джузеппе Мадини, Джузеппе Гарибальди секілді ұлы тұлғаларды айтқан болатынбыз. Сонымен 1861 жыл бұл кейбір деректерде 19 ақпан деп келіп, екінші Александр, яғни императордың тұсында Ресейде басбайлық немесе крепостниктік бұл жүйені алғаш 4-ші Иван енгізгенде келеді. Бұрын ескі базада, яғни Иван Грозный, қаһарлы Иван енгізген 1549 жылы келеді бұрын. Сонымен Ресейдегі крепостниктік жүйені, яғни крепостниктік жүйе деген шаруаларды жерге бекітіп тастау. Шаруа сол жерді тастап ешқайда кете алмайды. Оны енгізген 4-ші Иван. Ал енді оны жойған сонымен Ресейдің тарихындағы атақты императордың бірі ол 2-ші Александр. Сонымен Ресейде басбайлық крепостниктікті жою туралы манифестке 2-ші Александр 1861 жылдың 19 ақпанда қол қояды. Осылайша үлкен Ресейдің территориясындағы шаруалар енді өздерінің жерлерін тастап, немесе өздерінің дворяндарынан тыс кете алатын болды, бірақ оларға үлкен бір минус, жер берілмеген оларға. Сондықтан олар жер жоқтығынан қайтадан өздерінің бұрынғы қожайындарына қайтып келеді. Кейін енді 2-ші Александр бұл мәселені тағы да бір мынандай мәселемен шешеді. Біздің мына Ресейдің отаршыл саясаты кезінде біздің Қазақстанның оңтүстік бөлігі және Қазақстанның көп бөлігі сонымен отарланған кезде Ресейдің қара шекпенділері біздің Қазақстанға ағылғандығын көреміз. Оны біздер 1868 жылдан бастап мына сонымен Түркістан өлкесінде үлкен мына Герасим Колпаковскийдің, Түркістанның генерал-губернаторы, үлкен қоныстандыру саясатын бастағанын көре аламыз. Яғни Ресейдің өзіне жер жетпеді, ол жерлердің барлығы боярлар, дворяндар өзара бөлісіп алған ірі помещиктер, ал енді Ресейдің қарапайым мұжықтары олар біздің Қазақстанның территориясына ағылған болатын. Келесі 52-ші дата ол бізде 1861-1865 жылдары бұл ақш-тағы азамат соғысы. Яғни оңтүстік, сонымен бұл ірі плантациялық шаруашылыққа және құлдың еңбегіне негізделген, ал солтүстік штаттар бұлар деген сонымен өнеркәсібі дамыған, яғни буржуазиялық, былайша айтқан кезде толық өнеркәсіп төңкерісі аяқталған штаттардың арасындағы үлкен әлеуметтік қақтығыстан басталып, кейін үлкен сонымен соғысқа ұзалып кетті. Бұған енді себеп болған сонымен 1860 жылғы бұл президент сайлауы болатын. Бұл сайлауда оңтүстік штаттардың өкілі болып есептелетін, яғни демократтардың өкілі, яғни жеңілетте оның орнына сонымен республикалық партияның өкілі, яғни Авраам Линкольн 16-ші президент болып сайланатын. Енді оңтүстік федераттар штаттарының өздерін сайлап алған президенті ол Джефферсон Дэвис деген. Сонымен 53-ші дата ол 1871 жыл Версальда, яғни Францияда Герман империясы құрылуының жариялануы жүзеге асты. Оған дейін енді бұл жерде бірінші мына датаны беру керек еді, негізі 55-ші тұрған. Сонымен Франция мен Пруссия соғысады. Франция осы соғыста жеңіледі, жеңілгенмен қоймай 3-ші Наполеон тұтқынға түседі, қазір айтамыз оны. Сонымен Пруссия жеңіске жеткесін Версальда Францияның территориясына басып кіреді. Парижден кейбір деректерде 18 километр жердегі кезінде 14-ші Людовик өзіне резиденция ретінде салған Версальдың айналы залында дейді, зеркальный зал дейді, айналы залында Герман империясы құрылады осылайша. Сонымен бір тұтас 1871 жылы Герман империясы құрылады, оның императоры бірінші Вильгельм Гогенцоллерн деген әулеттен шыққан. Келесі 54-ші дата ол 1871 жыл Герман империясы конституциясының қабылдануы. Бұл бойынша сонымен тұтас Герман империясы құрылды. Әрине жаңа айтып кеткен сонымен император бірінші Вильгельм, ал енді оның оң қолы есептелетін бұл канцлер Отто фон Бисмарк деген естулеріңіз бар шығар. Келесі 55-ші дата бұл 1871 жылдар Франция мен Пруссияның арасындағы соғыс. Бисмарктың өзінің айтуы бойынша Пруссияның алдында тұрған ең басты міндет бұл Пруссияның бірігуіне ең басты кедергі бұл Франция деп есептелген. Сондықтан Франциямен соғысып, соғыста жеңді Пруссия, яғни оның астанасына дейін басып кірді, жаулап алды. Тағы да қайталап айтамын, 3-ші Наполеонды олар тұтқынға түсіреді, үлкен сонымен айыппұл беріп сатып алады 3-ші Наполеонды Франция тарапы. Сөйтіп Германияның бірігуі аяқталады осылайша 71 жыл. 56-шы дата келесі 1877-1878 жылдары Орыс-Түрік соғысы. Бұл кезде Осман империясының сұлтаны бұл 2-ші Абдулхамид, кейін тарихта Зүлім деп аталады, шындығында бұл түріктер оны өте қатты құрмет тұтады. Бұл сонымен бұрынғы кезіндегі сұлтандардың бір соңғы сарқын шағы еді деп есептейді.
осыдан кейін мемлекет құрдымға кетті деп есептеледі. Сонымен Абдулхамидті 1908 жылы оны жас түріктер революциясы кезінде тақтан түсіреді. Ол 1876-1908 жылдары таққа отырады. Ал оның қарсыласы болған ол Ресейдің сол кездегі императоры 2-ші Александр болған. Сөйтіп екеуінің арасында соғыс болады. Осы соғыста қысқасы түріктер өкінішке орай жеңіледі. Сөйтіп Түркияның, яғни Осман империясын деп айтайық, территориясы бөлшектеле бастайды. Соның іле-шала артынан 57-ші датаға кетеміз. Бізде бұл мына тақырыппен 56-мен тікелей байланысты. Берлин конгресі құжатына қол қойылады. Алғашында Осман империясын бөлшектеген Сан-Стефано деген келісім болады. Одан кейін Берлин конгресі немесе Берлин трактаты деген құжатқа қол қойылып, сөйтіп қазіргі біз айтып жүрген Босния және Герцеговина, Болгария, Румыния секілді мемлекеттер өздерінің тәуелсіздігін жариялай бастаған. Яғни Осман империясын бөлшектеу енді толық күйде жүзеге аса бастайды. Келесі 58-ші дата ол 1882 жыл Германия, Австрия-Венгрия, Италия арасындағы үлкен агрессивті блок немесе үшті одақтың құрылуы. Сонымен бұл енді елдердің осы үшті одақты құруының себебі кейбір деректерде айтады. Бұлар деген сонымен Англия мен Франция былай қарасаңыз бүкіл әлемнің тең жартысын бөлісіп алған. Бұлар деген әлемді сонымен қайтадан бөліске салуды ұсынады. Бұлар былайша айтқан кезде ең соңынан есін жиған мемлекеттер Германияның біріккен жылы 1871, Италияның біріккен жылы 1861, ал олар өздерінің естерін жиып болғанша бүкіл әлем әлдеқашан бөлісіп қойылған. Келесі 59-ші дата бұл 1889 жыл Жапония конституциясының қабылдануы. Сонымен мына 1800 жалпы 67-68 жылдардағы немесе 67-69 деп береді кейбір деректерде. Сонымен самурайлардың көтерілісі болған кезде таққа Муцухито император отырады. Мэйдзи деп аталады оның билік құрған кезі 1912-ге дейін созылады. Қысқасы оның билік құрған кезі басталған кезде Муцухито халықтың алдында уәде береді, яғни парламент шақыруға уәде береді, конституция қабылдауға уәде береді. Жапонияның моделін абсолютті монархия емес, конституциялық монархиялық модельге көшіруге уәде береді. Бұл уәдесінде ақыры 1889-да болып тұрады. Сөйтіп олар Германияның конституциясын көшіріп алады. Келесі 60-шы дата 1904-5 жылдар бұл орыс-жапон соғысы. 2-ші Николайдың тез арада жаулап алам деген ойлаған Жапониясы ол айтқандай әлсіз болмай шығады. Сонымен Жапонияда масқара күйде жеңіледі 2-ші Николай. Ойын Жапонияға сонымен батыс елдерінің көмек еткенде негізі айтып кеткен жөн. Осы соғыста 2-ші Николай жеңіледі. Осы оқиғаның салдары 61-ші дата бізде беріліп тұрған 1907 жылдардағы алғашқы орыс буржуазиялық демократиялық революциясына тікелей әсер етеді. Сөйтіп бұл сәтсіздікке ұшырайды. Бұл Ресей тарихындағы алғашқы бірінші орыс революциясы деп есептеледі. Бұл сәтсіздікке ұшыраған. Себебі оның нақты лидерлері болмаған және оны ұйымдасқан күйде бүкіл былайша айтқан кезде жоғары мен төменді байланыстыратын тетіктер жақсы жұмыс жасамағандықтан бұл жеңіліске ұшырайды деп береді. 62-ші дата бізде 1907 жыл Энтенте немесе Антанты соғыс одағының құрылуы. Оның мүшелері бізде Англия, Франция және Ресей. Алғашында негізі Франция мен Англия біргеді, кейін олардың қатарына сөйтіп 1907 жылы Ресей қосылғаннан кейін барып қана толық Антанты деп аталады. Бұлар деген Антанты сонымен тікелей бұл 1882-де құрылған үшті одаққа қарама-қарсы жауап одақ ретінде құрылған. Мыналардың барлығы империалистік мемлекеттер, бұлардың барлығы сонымен соғысқа дайындалып жатыр деп есептеледі. Ал империализм, жалпы мына философтардың түсіндіруі бойынша, бұл капитализмнің жоғарғы стадиясы деп есептеледі. Яғни капиталды қайтадан бөліске салу, байлықты дүниежүзінің байлығын қайтадан бөліске салу. 63-ші дата ол 1914-1918 жылдар бірінші дүниежүзілік соғыстың басталған, яғни болған жылдар, 14-18 жылдар бірінші дүниежүзілік соғыс болған. Оның енді шығыны бізде дүниежүзі тарихынан белгілі. 10 миллионнан астам адам өлген, 20 миллионнан астам адам түрлі жарақат алған деп береді біздерде. Және үлкен бір жаңалықтары бұның енді химиялық қару қолданылады, тұңғыш танк қолданылады, алғаш ұшақтар пайдаланылады, радио байланыс толық қолданылады деген сияқты. Оған енді себеп болған Боснияның Сараево қаласында сонымен Франц Фердинандтың өлтірілуі. Франц Фердинанд бұл Австрия-Венгрия тағының мұрагері. Ол өзінің иелігін аралау үшін шыққан ғой сонымен. Сараево қаласында оны Гаврила Принцип деген сонымен серіп студент аты өлтіреді. Сөйтіп 64-ші дата бізде 1907 жыл Ресейдегі ақпан революциясы және қазан революциясының болған уақыты. Яғни бір жылда 2 революция болған, бұл тарихта өте сирек кездесетін жағдай. Шындығында негізі мынау ақпан бұл буржуазиялық демократиялық революция болса, ал қазан деген ол төңкеріс негізінен переворот. Яғни
билікті большевиктердің толық тартып алуы, рейдерлік жаулап алу деп айтады әдетте. 65-ші дата ол 1919 жыл Париждегі бейбітшілік конференциясы. Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін сонымен үштік одақтың тарапын толық оларды территорияларын бөлшектеу және олардың жеңілгендігін мойындайтын құжаттарға күштеп тұрып қол қойғызады. Осылайша бізде Версаль келісімі шақырылады, сонымен құжаттарға қол қойылады және. Бұдан өте қатты зардап шеккен, шынымен де бұл Германияның территориясы, ол енді өте қатты бөлшектеледі Германия. Сөйтіп ол екінші дүниежүзілік соғысқа әбден қатты дайындалып, реваншистік саясат жолына түседі осылайша. 66-шы дата бізде ол 1921-22 жылдар. Бұл деген негізі мына Версаль келісімінің нәтижесі немесе жалғасы болып есептеледі. Вашингтон конференциясы ол негізі Тынық мұхитындағы аралдардың мәртебесін шешкен және Қытайдың мәртебесін шешкен. Әсіресе 4 державы, 5 державы және 9 державы деген 3 келісімге қол қойылады осылайша. Бұл уақытта енді сөзді сөйлейтін бұл уақытта енді ақш қой шындығында. Келесі енді 67-ші дата ол 1922 жыл, яғни 30 желтоқсан күні. Сонымен әлемдік картада бір жаңа бір субъект пайда болды. Ол КСРО деп аталады, яғни осылайша КСРО құрылды. Оның ең алғашқы сонымен халық комиссарлар кеңесінің төрағасы деп аталады ол уақытта. Владимир Ильич Ленин осылайша үлкен бір 22 жылдан бастап тұтас бір адамзат тарихында өзгеріс әкелген үлкен кезең басталды осылайша. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.